Ресейлік эпидемиолог Анна Федорова серіктесі, доктор Максим Зодовтың жаңа вакцинаны өзі сынап көргеннен кейін қайтыс болғанын естігенде қатты күйзеліске түседі. Бұл жаңалықты қабылдаған соң Анна өзін кінәлі сезініп, жұмысынан шығып кетеді. Және қосымша жануарларға сынақ жүргізілгенше вакцина зерттеу жобасын уақытша тоқтатуға тырысады. Бірнеше аптадан кейін жаңа жылды достарымен атап өтіп жатқан кезде Аннаға әскери барлау басшысы полковник Юрий Миразов қоңырау шалып, ерекше тапсырма береді. Полковник құпия зерттеу зертханасында Кола бұрғылау станциясының 12 шақырым тереңдігінде түсініксіз дыбыстар естілгенін және осыдан кейін 20 адамның жоғалып кеткенін хабарлайды. Ол сонымен қатар зертхана басшысы доктор Григорьевтің белгісіз ауру туралы мәліметтерді жасырғанын айтып, Аннадан зертхананы жауып тастамай тұрып, аурудың үлгісін жинауды сұрайды. Егер ол бұл тапсырманы сәтті орындаса, полковник Аннаны ауруды алғаш ашқан ғалым ретінде мойындап, оны әскери биологиялық қорғаныс институтының жаңа басшысы етіп тағайындауға уәде береді. Бірнеше сағаттан кейін Анна, полковник және майор Сергей Макеев бастаған сарбаздар тобы Мурмансктегі мұз басқан құпия жерасты зертханасына тікұшақпен аттанады. Олар жеткен бойда қарулы бір жұмбақ адам тікұшаққа жақындайды. Оған оқ атылғанымен еш әсер етпейді. Кейін ол граната жарып, өзін-өзі жарып жібереді. Осы оқиғадан кейін Анна жұмбақ адамның денесіндегі бөртпелерден үлгі алуға тырысады. Бірақ граната жарылысынан денесі қатты зақымдалғандықтан ол үлгі жинай алмайды. Кейін Анна зертханадағы ген қазу қызметкерлерінен сынама алып, оларда қандайда бір жұқпалы ауру бар жоғын тексере бастайды. Осы кезде Зиман есімді кенші оны бұл жерден кетуге шақырып, оған өтірік айтылып жатқанын және жерасты кешенінде тозақтың бар екенін ескертеді. Бірнеше сағаттан кейін Анна мен полковникті зертхананың жаңа басшысы доктор Петр Акснецов қарсы алады. Содан кейін Анна мен полковник шахтаға жеткізіліп, жерасты кешеніне түсуге дайындалады. Зертханада әлі жұмыс істеп жатқан доктор Григорьев лифтке рұқсат беретін кілт тек өзінде екенін айтып, жер астында қамалып қалған қызметкерлерді құтқаруға көмектесулерін талап етеді. Топ келіседі, және олар қызметкерлер орналасқан 6000 метр тереңдікке жету үшін шахтадағы лифтпен төмендейді. Бірақ сапар барысында лифт істен шығып, доктор Григорьев тез әрекет етіп, кабинадағы қысымды төмендетеді. Осыдан барлығы есінен танып қалады, ал ол өзі оттегі маскасын қолданып, есін жоғалтпайды. Қалғандары есін жиғанға дейін доктор Григорьев лифт кілтін алып, зертханаға қашып кетеді. Анна, полковник және қалған топ есін жиғанда, өздерін 5000 метр тереңдікте тауып, не болып жатқанын анықтау үшін айналаны зерттей бастайды. Сол кезде доктор Петр топқа зерттеу зертханасы кешенінің түбінде 12000 метр тереңдікте Сахара деп аталатын аймақта орналасқанын түсіндіреді. Бұл олардың жоғалып кеткен докторды таппайынша осы жерде қамалып қалғанын білдіреді. Майор Сергей доктор Григорьевтің ақылға қонымсыз әрекеттеріне ашуланып, өз адамдарына оны іздеуге бұйрық береді. Осы кезде топ кафетерияға барып, онда жұмыс ауысымын аяқтаған соң эвакуацияны күтіп отырған қызметкерлердің дәрігері доктор Кира және кешеннің инженері Николайды кездестіреді. Анна екеуін де тексеруді талап етеді, және олардың денсаулығы қалыпты екенін білгенде, жеңілдеп, доктор Кирені өзіне көмекші етіп алады. Анна кейін полковникпен әңгімелесіп, доктор Григорьев оларды әдейі осы жерге қамауы мүмкін екенін айтып, алаңдаушылық білдіреді. Өйткені бұл жерде ешқандай үлгіде ауру жұқтырған адам да жоқ. Алайда полковник оның күдігін елеусіз қалдырады. Көп ұзамай доктор Григорьев кенеттен пайда болып, барлығын бұл жерден шахта арқылы шығаруды өтінеді. Өйткені зертханаға бару олардың ешқайсысы үшін қауіпсіз емес. Анна оның сөзіне сенбей, бірден сарбаздарға оны ұстауды бұйырады. Бірақ Григорьев сытылып шығып, лифт арқылы қашып кетеді. Анна кешеннің қабырғаларына әртүрлі тілдерде жазылған «көмектесіңдер» деген жазуларды байқап, бұл жердің құпиясын ашуға одан сайын бел буады. Майор Сергей Николайға шахта есіктерін дәнекерлеуді бұйырады, және өз адамдарына жылуға төзімді арнайы костюмдер киюді тапсырады. Өйткені олар шахта бойымен жоғары төмен жүріп, доктор Григорьевті іздеуге дайындалып жатыр. Кенеттен барлығы шахта есігінің іштен ашылғанын көріп, демдерін ішіне тартады. Іштен ешқандай қорғаныс костюмінсіз шыққан зертхананың кіші ассистенті Ольга есінен танып құлайды. Анна мен доктор Кира оған жылы киім беріп, медициналық изоляторға жатқызады. Ольга сұмдық күйде еді, жүзі бозарып, денесі қалтырап тұрған. Одан әрі тексеру кезінде Анна Ольганың арқасы саңырауқұлаққа ұқсас өсінділермен жабылғанын көреді, ал Ольга олардың қалай пайда болғанын да сезбеген. Бұл қалай мүмкін болғанын түсінуге тырысқан Анна алынған үлгілерді зерттей отырып, оның денесінде жасушалық саңырауқұлақ паразиті бар екенін анықтайды. Полковник осының бәріне себеп болған нәрсені тапқанына қуанып, миссияны аяқтауға дайындала бастайды. Бұл уақытта майор Сергейдің адамдары барлық жерді тінтіп шықса да, доктор Григорьевті таба алмайды.
Алайда бұл жоспарды түсініп қойған доктор Григорьев дауыс ұрайтқыш арқылы сөйлеп, олардың лифтіні жөндеуіне жол бермейтінін мәлімдейді. Барлығы үшін алдын ала кешірім сұрайды және бүкіл шахтаны жарып жібереді. Сол уақытта изоляторда Ольганың денесі тез өзгеріске ұшырап, Анна көмек іздеуге кеткенде, доктор Киреге шабуыл жасайды. Анна майор Сергеймен бірге қайтып келгенде, бөлменің түгелдей көгеріп кеткенін және еденде жатқан, бірақ әлі тірі Ольганы көреді. Полковник те сол жерге жетіп, Аннаға үлгілерді алуды ескертеді. Анна үлгі алуға жақындаған сәтте, кенеттен саңырауқұлақтар жарылып, ауаға спаралар тарайды. Өкінішке қарай, майор спаралар бұлтының ішінде қалып қойса, Анна тез арада қашып кетіп, маска табуға үлгереді. Бір сәттен кейін толықтай басқа тіршілік иесіне айналып кеткен доктор Кира Аннаға қарай жүгіріп, денесінің тоңып бара жатқанын айтып, оған шабуыл жасауға тырысады. Анна өзін сәтті қорғап қалады, бірақ көмек күтіп тұрғанда, марқұм серігі туралы елестер көре бастайды. Бірнеше минуттан кейін Анна мен майор Сергейді құтқарып, дереу оның киімін өрт сөндіргіштің көмегімен дезинфекциялайды. Осылайша паразиттік өсімді баяулатуға үміттенеді. Бірақ ол майордың инфекция белгілерін көрсете бастағанын байқап, оны тексереді. Майор Аннаға деген романтикалық сезімдерін мойындайды, ал Анна оған жеңіл ғана жауап қайтарады. Осы кезде бөлменің арғы жағында доктор Петр полковнике Ольганың, мүмкін, саңырауқұлақ колониясына қайтып, күш жинап, жаңа иелерді жұқтыру үшін оралғанын түсіндіреді. Бұл жұқпалы аурудың үздіксіз, азапты процесс екенін көрсетеді. Анна полковникті жеке сөйлесуге шақырып, саңырауқұлақ паразитінің әлсіз жерін тапқанын айтады. Ол төмен температура паразиттің өсуін тежейтінін және кешенді қоршап тұрған қар инфекцияның таралуын бақылап отырғанын түсіндіреді. Анна, егер тасымалдаушысы суық ортада өлсе, паразит те онымен бірге жойылатынын қосады. Осыған сүйене отырып, ол бұл апатты індетті тоқтату мүмкін емес екенін мойындап, майорды биологиялық қауіпсіздік мамандарына тапсыруды, барлығын жинап, кешенді тастап кетуді ұсынады. Алайда полковник Аннаның жоспарына қарсы шығып, оны таңғалдырып, бұл паразитті әскери биологиялық қару ретінде зерттеп, пайдаланғысы келетінін айтады. Ол Аннадан майорды Мәскеуге жеткізуге көмектесуін сұрайды, және күресті тоқтатса, барлығының құрбандығы бекер болатынын айтып, оны кінә сезімімен айыптайды. Топ қауіпсіздік костюмдерін киіп, шахта арқылы сапарға дайындалады. Бірақ дәл сол кезде, рациядан майордың сарбаздары үрейлі дауыспен ешкімді ішке кіргізбеуді ескертеді. Артқы жақтан атыс дыбыстары естіледі. Топ сарбаздардың жағдайын білу үшін шахта есігін ақырын ашып, дәліздермен алға жылжиды. Қарсы беттен бірнеше сарбаз оралып, олардың ізіне үлкен құбыжық түскенін айтады. Ал үшінші біреуі ауыр жараланып, көз алдарында тамағын орып жібереді. Бұл көріністен шошынған топ шахтаны дереу жауып, мәселенің түбіне жету үшін 200 градус ыстықтағы Сахара зертханасына түсуге мәжбүр болады. Майордың мутациясы жылдамдап бара жатқандықтан, ол лифтте қалып қояды. Ал Анна, полковник, Николай және доктор Петр төменгі деңгейге жетеді. Сол жерде олар доктор Григорьевтің аудиожазбасын тауып, онда паразит эволюциясы сипатталған. Бастапқыда ол тек құрбандарының бұлшықет және жүйке жүйесіне шабуыл жасаған. Бірақ уақыт өте келе олардың денелерін біріктіріп, жылу мен қуат көзін қалыптастыруды үйренген. Топ осы сұмдықтың айғағын дәлізде көреді. Еден мен қабырғаларды үлкен саңырауқұлақ массалары біріктіріп тастаған, ал оның ішінде еріп кеткен адамдардың қалдықтары бар. Полковник ақыры өзінің жағдайды бақылаудан шығарып алғанын түсіне бастайды. Кінәсін сезінген полковник зертханаға кіріп, лифт кілтін доктор Григорьевтен алуға ерікті түрде келіседі. Ол Аннадан кешірім сұрап, өз шешімдерінің қателігін мойындайды. Сонымен қатар, ол Аннаға сыртқа шыққаннан кейін көмек сұрай алатын әскери достарының байланыс ақпаратын береді. Бірнеше минут өтеді, бірақ полковник оралмайды. Үшеуі оның қатерлі жағдайға тап болғанын түсінеді. Бұл жаңалықты дұрыс қабылдап үлгермей жатып, Анна батылдық танытып, спараға толы зертханаға кіріп, кілтті табуға аттанады. Зертхана ішінде Анна полковниктің өлі денесін тауып, лифт кілтін алады. Бірақ сол кезде өзі де инфекция жұқтырып қояды. Ойда жоқта доктор Петр Анна мен Николайға қару кезеніп, кілтті өзіне беруді талап етеді. Ол бұл ашылудың бар даңқын өзі иеленіп, ғылыми әлемде мәңгі қалғысы келетінін жариялайды. Алайда, дәл сол сәтте доктор Петрді еріп жатқан саңырауқұлақ құрылымы ұстап алып, оны әрекетсіз етеді. Анна тірі қалу үшін кафетерияның мұздатқышына жасырынуға мәжбүр болады. Ол организмнен тығылып, дене температурасын төмендетуге тырысады. Осылайша аурудың таралуын баяулатпақ болады. Николай екеуі бірнеше мутант организмдерден сытылып шығып, қалайда лифтке жетеді. Лифт есігін жауып, қауіпсіз жерге шыққанда, Анна біртүрлі күйге енген майорды көреді. Ол енді адамнан гөрі саңырауқұлақ тәрізді тіршілік иесіне көбірек ұқсайды. Майор оның бар екенін сезіп, көтерілуге болмайтынын айтып, оның бірдеңе істеуін сұрайды. Егер олар бетіндегі әлемге шықса, індеттің таралу қаупі тым жоғары. Анна қатты күйзеліске түсіп, лифтті апатқа ұшыратпақ болады.
Бірақ Николай мұны естіп, ашуланып, жер бетіне шығу. Анна, ендігі жалғыз аман қалған адам, өз мутациясымен күресіп, лифтті апатқа ұшыратуға тырысады. Алайда, денесі әлсіреп, қайта-қайта есінен танып қалады. Лифт жер бетіне жеткенде, есік алдында қауіпті аймақтармен жұмыс істейтін мамандандырылған топ күтіп тұрады. Олар Аннаны сүйреп шығарып, оны зерттеп, бақылау үшін алып кетеді. Анна бұл зерттеудің қайда апаратынын түсініп, үлкен қауіпке айналғанын біледі. Ол сарбаздардың бірінен граната жұлып алып, көлікті тоқтатуға мәжбүрлейді, қарлы далаға қашып кетеді. Алайда, арнайы топ оны қоршап алады. Анна гранатаның түймесін басып, өзін жоюға тырысқан сәтте, бір сарбаз оған тыныштандыратын екпе салып, есінен тандырады. Осылайша, Анна жаңа қасіретті зерттеу мен азапты эксперименттердің басталуының құрбанына айналады. Ал сізге бұл фильм қалай әсер етті? Төменде пікіріңізді қалдырыңыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнамызға жазылыңыз. Келесі кездескенше.